Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі дүниетану пәніне Қазақстанға саяхат тарауына тоқталамыз. Сабағымыздың тақырыбы Қазақстанға саяхат. Мақсаты Қазақстанның туристік жерлерімен танысу. Қазіргі Қазақстанда туризмнің барлық түрі бар. Туристерді біздің еліміздің көне тарихы мен мәдениеті, табиғатының сұлулығы мен алуан түрлілігі қызықтырады. Бурабай көлі географиялық атауы болса, мұндағы сауықтыру орны Бурабай курорты деп аталады. Көкшенің шоқтары аңыз болған жұмбақ тас, бір-біріне жақын жатқан қарағайлы қайыңы бар жер. Бәйтерек Астананың символы, бұл оның танымал карточкасына айналған. Сонау тарихы қарайтын болсақ, тарихқа қызығатын адамдар Қазақстанның оңтүстігіне саяхат жасаған. Көне заманда ол жермен әлемге әйгілі ұлы жібек жолы өткен. Оның бойындағы қалаларға, ашық аспан астындағы мұражайларға саяхаттау танымдық туризмге жатады екен. Міне, бұл ұлы жібек жолы менен сол жібек жолдың бойындағы қалаларда сауда жасаған жерлер. Ал қазіргі таңда туризмнің қандай түрлері бар? Қазір туризмнің спорттық, ойын-сауық, танымдық, сауықтыру, экологиялық түрлері бар. Соның бірі Алматы қаласында Медеу мұз айдыны. Мынау сол Медеу мұз айдынының көрінісі. Медеу мұз айдынының мынау ішкі көрінісі. Адамдардың аяқтарына коньки киіп, осы Медеу мұз айдынының ішінде теуіп жүрген бейнесі. Сонымен Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында, бұл Қазақстандағы әйгілі ескерткіштердің бірі болып саналады. Көріп отқандарындай. Сол жерде таңбалы тас жазбаларда болған. Ал қазіргі таңда Қазақстанда туристіктер дамып жатыр. Солардың бірі жайлы әңгіме айтатын болсақ, мынау Астанадағы Думан ойын-сауық орталығының сыртқы көрінісі. Мынау сол Думанның ішкі көріністеріне шолып өтейік. Сонымен балалар, сіздерге тапсырма. Өздерің тағы да қандай таныс туристік орындарды білесіңдер. Сол Қазақстанда туристік жерлерге саяхат жерлеріңіз бар болса, сол жайлы айтып бересіңдер.